Достар, саламатсыздар ма? Мынандай таразда шығарылған кітап, тараздың үздік адам тұрғындары туралы. Мына Ләззат, сізде тігілген киімді таразды қыз келіншектері қуанышпен киінсін ба, сондай. Мына автордың қолы 2007 жылы тараздың 2002 тараздан кейін шығарылған кітап. Онан кейін міне Тараз қаласы, древняя новая история города дейді. История Таразға кіріппін, 2007 жылы шығады. Мынандай жазулары бар. Соның ішінде мен мынанша көп қой Тараздың өте көне қала ғой, ішінде барлығы бар. Солардың ішінде мен туралы қазір мазмұнын көрсетіп қояйын, қанша адамдар бар екен. Адамдар өте көп. Соның ішінде менде менің сән үлгі үйімді, міне сән төре, сән төре сән орталығы, Ләззат Шымкент қаласында жақын Темірхан ауданы, туылған жерінде айтылған, мен туралы жазылған, жаңа киімдер коллекция тігу өте күрделі екенін, мен туралы осы арада жазылған. Таразда сән төре сән үлгі үйім әлі бар менің. 690 бетке түсіпті. Міне осы мен туралы жазылған. Қазір фотосын еще қосып қоямын, жазылғаны. Бұл кітаптың ішінде көп адамдар жазылған. Енді біздің Таразда белгілі адамдар көп қой. Солардың барлығы жазылып, Шұхан Валихановтың да сурет тұр ғой нарада. Құсты не деп жазылған екен, шынымды айтсам, өзім дақнаса көрген жоқпын. Сол мені келіп, жаңағы сән төре үйіме келіп жазып, мына Төле би, осылар туралы жазылған Тараздың несі, тарихы туралы жазылған кітап. Міне Қазыбек би, осылар туралы жазылған кітапты бұрынғы көнелерін қосып айтып, ескі өзіміздің батырларды, билерді қоса отырып, оның ішінде арасында маған келіп, осы кісі өзі автор болып, мені қосып алып жазып кетті. Мен суретімді бермеппін, ол кісі сұрамапты, бірақ енді әлі сурет салынады ғой. Міне Тараздың историясы, древняя история Таразаның ішіне кіріппін 2007 жылы.